Еліміздің түкпір-түкпірінен аламан айтысқа жиналған жыр жампоздарын батыс қазақстандықтар құрметпен күтіп алды. Айтыскер ақындар мен мәртебелі меймандар үшін Ақжайық шипажайында тимбилдинг ұйымдастырылды. Ал демалыс күндері қонақтар шаһардың мәдени орындарын аралап, өңір тарихына қанықты. Ақындарға қашанда құрмет зор. Айтулы жыр додасына келген үміткерлер тимбилдингте айтыс өнерінің өткені мен болашағына қатысты ой қозғады. Демалыс күндері Орал шаһарын аралауға шыққан алқалы топ ат басын алдымен Қадыр ескерткішіне тіреді. Қазыналы ақынның мол мұрасынан хабардар ететін ескерткіштің жанына суретке түсіп, өңіріміздегі өнер ордасы атанған Қадыр орталығында бол. Экскурсияны 6000-нан астам ақынның кітап қоры, жазу үстелі мен құнды жәдігерлері сақталған Қадыр Мырзалиев атындағы мемориалдық кабинеттен бастады. Дүйім елді аузына қаратқан аламанның бет құстарларын ертіп келген Жүрсін Ерман алтын домбыраның жайықта өтуінің мәнін түсіндірді. Алтын домбыра қорытынды айтысы биыл біздің ұсынысымызбен жеңімпаздың елінде өтеді деп осы Оралға бет түседік. Өйткені былтырғы жылдың қорытынды айтысында жайықтың батыр қызы Жансая Мусина алтын домбыраны жеңіп алған болатын. Міне бүгінде Қазақстанның түкпір-түкпірінен 20 ең үздік жыл бойғы айтыстардың жеңімпаздары осында келіп тұр. Бұлардың ішінде Айбек Қалиев сияқты, Серік Құсанбаев сияқты аға ақындар да, жаңадан ғана шыққан жас ақындар да бар, тегеурінді қуатты ақындар тобы. Экскурсия одан әрі облыстық өлкетану мұражайында жалғасты. Ақындар өңір шежіресіне қанығып, Жайық қалашығы, Тақсай Қаншайымы сияқты жергілікті зерттеушілердің төл олжаларымен танысты. Кешеден бері келіп жатырмыз, ойдан қырдан құйылып, айтысқа түсетіні бар, түспейтіні бар, осында тәжірибе алмасуға, көруге келгендері бар. Сондықтан енді ақындардың бәріне сәттілік тілеймін. Елдің азаматтарына рахмет. Кешесі самолеттен келгелі аяғымызды жерге тигізбей, Ақжайық шипажайына барып, түрлі мәдени, спорттық шаралар ұйымдастырып жатыр. Кеше үлкен пікір сайыс болды. Осы айтыс жөнінде, айтыстың болашағы, өткені жөнінде. Сондай-ақ Нұр Отан партиясының хатшысы Ғабидолла Оспанқұлов, облыс әкімінің орынбасары Серік Егізбаев дөңгелек үстел басында ақындармен пікір алмасты. Алқалы жиында айтыскерлерге қойылатын талап нақтыланған, айтыстың ережесі бекітілсе деген ұсыныс тасталды. Дайындық болғаны дұрыс, алайда аламанның көркі суырып салмалық өнерден ажырап қалмауымыз керек деді аға буын өкілдері. Бүгінгі ақындарға не жетті? Ешқайсында тұлғалық мен жоқ. Баласы Қошқарбайдың Шашубаймын, баласы Қожақұлдың Біржан Салмын деген сияқты өздеріңді ақын ретінде халық алдына алып шыға алмайсыңдар. Осы тұлғалық менді бұл қазақтың өнерінде бар, бұл қазақтың ән мәдениетінде бар, күй мәдениетінде бар, тіпті сөз басы деген жыраулық дәстүрде де бар. Бүгінгі қазақ айтысынан осы киелі нәрсені жоғалтып алдық. Шығармашылық ізденісті әлі де арттыру қажеттігі айтылып, мақам мәселесі қайра көтерілді. Әрі ардагер ақындар биылғы алтын домбыраның ұйымдастыру ерекшелігіне назар аударды. Бұл алтын домбыраның ұйымдастырылуында бір биыл ерекшелік бар. Біз сияқты біз қатарлас бұрынғы ардагерлерді оларды шақырып, демалдырып, бұрынғылардың тәжірибесінен қазіргілерге айтып, қазіргі майданның, айтыс майданның ортасында жүргендерге ұрпақ жалғастығы, сабақтастығы өнердің. Одан меніңше айтыс өнері пайда болмаса зиян көрмейді. 8-ші алтын домбыра биыл бірінші рет батыс өңірінде, Жайықтың жағасында, Махамбет Изадайдың даласында қылыш ұстаған кіші жүз 12 байұлы ұрпақтардың арасында өткелі жатыр. Бұл Оралдың елінің, жұртының қара сөзге деген құмарлығы, астарлы сөзге деген махаббаты, азарды ерекше. Бұған дейінгі айтыстарда оны сезінгенбіз. Құрметті қонақтарды рухтандырған Дала дидары ұжымының концерттік бағдарламасы болды. Кеш барысында Қадыр ақынның шығармашылығы насихатталды. Өнерпаздардың құрметіне риза болған меймандар орындарынан тік тұрып қошемет көрсетті. Концерт ұйымдастырды, әркім ұйымдастыра береді ғой, бірақ соның жанға жететін, соның бір жүрегіңе тиетіндей бір уақытында, алыста, ұзақта қысқа қылмай дәл ұйымдастыру әркімнің қолынан келе бермейді. Осылайша отты өлеңнің шырағы маздаған өлкенің өнері өрге бассын деген ақжырма алғыспен 2 күнге созылған шаралар легі түйінделді. Гүлжаз Бадиялова, Дастан Бижанов, Айдос Кисимов, Ақжайық телеарнасы.